мына кішкентай пакетиктегі жасалған осы напиток арқылы бүкіл денеңіздегі жағымсыз иіс, денедегі артық салмақ, отек, азында тұрған болсаңыз, денеңіз ісініп тұрған болса, күнде бір-ақ рет ішу арқылы сіздің денеңіздегі бүкіл лимфа узлыларыңыз бәрін тазартасыз. Лимфа узлыларды тазартпау өте қауіпті өмірге. Өйткені осы түйіндер, бездер ісініп кетсе, жаңағы тазарамаса, жаман ауруды шақыру мүмкін, дене отек болып кетуі мүмкін, денеге әртүрлі жаралар шығуы мүмкін. Яғни последствиялары өте жаман. Лимфа системаңыздың нашар жұмыс жасайтын қандай симптомдардан білуге болады? Денеңізде отек болса, одан бөлек денеңізден жағымсыз иіс болса, жаралар шыға бастаған болса, мынау без, қолтық асты қандай нәрсе жасасаңыз да артық салмақтан арыламай жүрген болсаңыз, лимфа узлыларыңызды бірінші очередь тазартыңыз. Лимфа узлы білесіздер, қан айналымының қасында орналасқан прозрачный проток. Ол тек қана бір бағытта лимфа системасы айналғандықтан көп движение жасалмасаңыз, баняға көп бармаған болсаңыз, бір орында отырып жұмыс жасайтын болсаңыз, ол кезде точно сізде лимфа застой болады. Баняға барған кезде денеңізге щеткамен жақсылап тұрып, щеткалап, жаңағы лимфаларыңыз, физзарядка көп, спортпен көп айналыссаңыз, әрине сіздің лимфа узлыларыңыз таза болуы мүмкін. Аяғыңыз всегда ісініп кете беретін болса, сізде 90% лимфа узлылары дұрыс тазалмаған. Лимфа бүкіл организмдегі қандағы вирус, инфекция, воспаление, жаман нәрселердің бәрін өзіне тартып алып, жаңағы дем арқылы, кал арқылы, зәр арқылы шығарып тастап отыру керек. Сіздің жөнді қимылдамағаныңыздан, дұрыс тамақтанбағаныңыздан, жаңағы баняға барып, денеңіздің пораларын дұрыс ашпағандықтан лимфа узлыларыңыз застой болу арқылы мынау түйіндердің бәрі ісініп, жаман ауруды басталып кетуі мүмкін. Сондықтан лимфа узлыларыңызды бірінші очередь тазартыңыздар.